бірге марапат алдық. Бұл біз үшін, жас қауымдар үшін үлкен мәртебе. Мен отбасылымын, 3 бала шағам бар. Бұған дейін пәтер жалдап келдік. 2 бөлмелі үйге кірдік. Бұл пәтерді тұрмыстық қажетті техникамен, тіпті жиһазбен қамтамасыз етіп берді. Бұл біз үшін үлкен көмек деп білемін. Бұл біздің ресурсымызды, яғни уақытымызды қаржылай үнемдеуге септігін тигізеді. Бұл салада 15 жылдан бері еңбек етіп келе жатырмын. Осындай үлкен зор еңбектің нәтижесін кеше ғана елордамызда президентіміздің қолынан пәтердің кілтін алып, жемісін көріп отырмыз. Осындай жас ғалымдарды біздерде қолдап отырғандығына кеше ғана мына үйдің қабырғасын көріп келіп едік. Бүгін келсек, бәрі жабдықтандырылған, жаңа тегін пәтер алып отырмыз. Үлкен қуаныш, өте үлкен бақыт болып жатыр. Президентіміз қызымның еңбегін өте жоғары бағалап, тегін пәтердің кілтін беріп отыр. Алғысымыз шексіз, қуанышымыз. Ана ретінде үлкен алғыс айтам президентке. Әр ғалым үшін баспаналы болу деген ол тұрақтылықтың, ол сенімділіктің белгісі негізінде. Өйткені басында баспанаң болатын болса, ары қарайда ғылым саласында дами бересің. Бұл Қазақстан Республикасы үшін бір өзіңнің ізіңді қалдыратындай нәтиже деп өз басым ойлаймын. Пәтер алып жатыр. Президентке көптен көп рахмет. Алғыстарымыз. Осылай қызметтері өркендей берсін. Әрқашанда денсаулық тілеймін. Мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Қызықтан айырмасын. Созданы все условия для того, чтобы развиваться и продолжать свою деятельность в науке. Выражаю искреннюю благодарность президенту Республики Казахстан за оказанное доверие и поддержку по программе получения жилья молодыми учеными. Вот я когда пришел на работу, там мои молодые коллеги, мои студенты, мои резиденты, они такие: Меджет Ульбаевич, вы, говорит, прям пример, говорит, мы на вас смотрим, такая, говорит, мотивация. Ну, как бы очень приятно, вот для них я думаю, что это действительно пример такой хороший. Хотела бы еще раз выразить благодарность президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву, Министерству науки и высшего образования Республики Казахстан за то, что выразили такое большое доверие к молодым ученым, чтобы не отвлекаться на такие мелочи. Я очень благодарна и буду с честью и с достоинством нести такую награду от государства. Большое спасибо.